Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше және нәзік болып шығатын меренг рулетінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видео соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Біздің ыдысымызда, миксерімізде құрғақ және таза болуы керек. Алдымен осылай жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Негізі салқын күйінде бір-бірінен жақсы ажырайтын болады. Содан кейін миксермен араластырамыз. Осындай болып кішкене ағаруы керек. Содан соң шекерімізді аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Міне мен барлық шекерімді салып шықтым. Енді шымшым лимон қышқылын саламыз. Тағы да миксерлейміз. Үстіне бір ас қасық жүгері крахмалын саламыз. Немесе болмаса картоп крахмалын салсаңыздар болады. Жақсылап тағы да миксерлейміз. Жаңағы дайын болған массамыз ыдысымызды төңкергенде ағып кетпеуі керек. Енді осы дайын массаны пергамент қағаз төселген формаға осылай дәрмен сияқты жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешке 150 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремді дайындауға кірісеміз. Салқын сливкиді алдымен шамалы қоюланғанша миксерлейміз. Кішкене қоюланғанша миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне сахарный пудра салатын боламыз. Сахарный пудраны міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді жаңағы суыған меренгіміздің ортасына осылай крем жағып шығамыз. Кремді осылай кондитерлік мешокқа салып жақсаңыздар, жақсы болып көтеріліп тұрады меренгілеріңіз. Міне осылай пергамент қағазының көмегімен осылай орайтын боламыз. Осылай ақырындап ораймыз. Енді жаңа кремнің кішкене бөлігін алып қалған болатын, мен сонымен осылай үстін әсемдейтін боламын. Менде кремнің насадкасы болған жоқ, сондықтан осылай кондитерлік қағазға салып, тек осылай әсемдей салдым. Үстіне жидек саламын осылай. Бұлар әдемілік үшін, сіздер басқа да жемістермен де әсемдеулеріңізге болады. Міне біздің меренгі рулетіміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.